Ассалаумағалейкум. Мотоқазақстан кз сайты және Мотоқазақстан Инста, YouTube, TikTok парақшасы. Назарларыңызда GS Suzuki Samurai Mafia. GS Suzuki'дің мотоцикл түрі де бар. Мынау жаңағы Mafia түрі. 150 көп Samurai, енді көптеріңізге таныс Samurai моделі. Көптеген брендтерде бар бұл. Моторда да GS Suzuki'де ойып жазылған таза оригинал Mafia. Қазақстанға келген оригинал Mafia-тердің бірден бірі, яғни тұңғыш келіп жатқан брендтердің бірі. Бұның жаңа кірпіленелері болсын, амортизаторлар болсын, моторлар болсын, өте жоғары деңгейде жасақталған. Өйткені бұл бренд алдағы уақытта Қазақстанда өмір сүргісі келеді. Қазақстанда сатылым жасағысы келеді. Яғни брендте жақсы, качествода жақсы сапа болмаса, оған өмір сүру қиын. Өйткені Алматыда жалғыз бұл бренд емес, мына жақта қаншама брендтер тұр. Конкуренция мықты. Сондықтан сапа жоғары деңгейде болу керек. Орындықтарда әдеттегі самурайларға ұқсамайды. Жайлылық жағы болсын, сыртындағы материалдары болсын, тігістері болсын, өте әдемі. Және мына жерлерде қараңыз, кірпіне арасында бірде бір не жоқ. Мін жоқ. Не, таза заводский. Кейбір самурайларда мына жерлері ашылып қалады, ошым. Дұрыс құралмайды. Одан мына шырақтардың түбіне де қараңызшы. Бір көктен түскен сияқты. Өте әдемі деңгейде жасалған. Міне GS Suzuki. Бұл Suzuki дегенді албата басуға болмайды. Албата ешкім жасап әкеле алмайды. Бәрін қадағалайды. Зазорлары ешқандай мін таппадым. Егер өзіме Samurai Mafia-ны алуға тура келсе, осы GS Suzuki-ді таңдайтын едім. Әлемдік бренд қой. Алды дисковый тормоз, арты барабан. Мотор таза 150 күп, 15 аттың күші бар. Бір цилиндрлі. Скорс, автомат скорс, қорабы. Мына жақта май алмастыратындары, одан кейін міне гүлшақтардың сыртыдағы пластмастарда өте әдемі. Жылы 2024. Тоқ жолдары бәрі әдеттегі мопедтегі емес, өте әдемі орналастырған. Мына жақта ашып жіберейік, міне багажниктер, міне мына жақтар, міне қылаяғы мынаған дейін өте әдемі орналастырған. Мына жерде міне қытайша және ағылшынша сипаттамасы бар. Мына жерде де жазылған. Міне документте 49 деп жазылған. Подаркаге телефон держителі. Сосын набор күш жүреді мынаның ішінде. Ошын міне свися шешетіні, сосын кейін 8, 10, 13 деген, сосын кейін мына сияқты шестегі рангтер жүреді міне. Бұл өзінің базасындағы заттар. Мына жерде міне орындықты шешпей, карбюратор нелерін бәрін мына жерден бір болтпен реттеуге болады. Мынаның бәрін шешіндіріп жүрген қажет жоқ. Мынаның астыда өте әдемі. Мынау жаңа мына жақтарға тиіп тұрады да, жаңа салмағы ауыр адамдарға, кейбір самурайларда мынаның бәрі отырып кетеді, бөлініп қалады, жыртылып қалады. Мұнда ондай жағдай жоқ. Сосын мыналарда міне әдемі болтпен отырғызылған. Одан мыналардың бәрі қара темір емес, хром міне. Бәрі тат баспайтын хромнан. Бензин датчик бәрін көрсетеді, басқа самурайларда қандай артықшылық бар, оның бәрі болған. Мына жерде USB порттың өзі міне. Type-C міне iPhone зарядтауға болады, сосын бас жағына не зарядтауға болады. Мына жерде вин-код тұратын жерлер, мына жердегі зазорлар міне. Өзім риза болып отырмын, қаншама Mafia-тер саттық. Дәл мындай деңгейде көргеміз жоқ. Мынағанда да айырым видео бар, көріңіздер. Сосын кейін бұның M8 деген түрі бар.
GS Suzuki M8 арғы бетте тұр. Оған да айырым видео обзор болады. Осы видеоға да қосып көрсете кетейін деп отырмын. Міне тағы GS Suzuki M8 және Samurai деген моделі бар. Бұда да арты барабан алды не. Қазір бұған да жасап көрсетемін. Егер осы мотоциклдің полный характері керек болса, сатып алғыларыңыз келсе, Мотоқазақстан KZ сайтына кіріңіздер. TikTok, YouTube, Instagram бәрінде бармыз. Және сайтта полный фотосы және ақпараттар бар. Телефон 8707 730 0951 8776 730 0951. Бенлайн және теледуға екі түрлі нөмірде звондайсыздар, хабарласасыздар.